Так, бізде оффлайн обучение. Бүгін соңғы күн. Проходим мы order flow. 1 минут таймфрейм. Качественная доставка цены и некачественная доставка цены. Так, бұл біздің оқушылар. Мына жігітте вообще плюс $1100. Дәл қазір анализ қайда жасаусыз? Міне. Евро НЗД. Куда пойдет цена? Жоғары. Жоғары? Давайте откроем жоғары деп онда. Минус $700. $100 сделка ашқан кезде жаңағы ситуация примерно бір минус $10 болатын еді, по-моему, да? Жоғары кетеді деп отырмын. Мына астына түсіп, мына астына ликвидностьтарды шешіп, енді жоғары жақтағы ликвидностьтарды шешуге кетіп баратыр. Мына жерден сәл ерте кіріп қойдым, негізі екіншісін тоже мына ликвидность шешкеннен кейін тура осы жерден кірдім ғой. Качественная доставка цены болады. Качество. Все красиво. Екі сделкамен. Ликвидностьтар әдемі көрсетеді. Полный. Екі сделка аштыр, USD-кат, общий $15 табыс. Қанша аштың дедің жаңа сделканы? Общий $50 ғой, 25-25. Нормально. Мына жігіттің анализін қараса, негізі өте керемет жасайды, графикті керемет оқиды, но почему-то қазір қашып кетті, өкінішке орай интервью ала алмаймыз. Қымбат ханым вообще бізде негізінде тигрица, императрица, трейдера, но ауыр отыр ол кісі қазір. Қызыл свечаның бойында имбаланс өте үлкен бар. Мына жерде тоже өте үлкен имбаланс бар. И төменде ликвидность болып тұр. Сатып бара бересіз ба таймфрейм? Сол жерде мен анализ жасап алдым жоғарыға деп ше. И сол дұрыс келіп жатыр. Дұрыс келіп жатыр ма? Иә, дұрыс келіп жатыр. Қысқасы, қымбат ханымда бізде евро-долларға сделка дайын. Так, біз уже не жасап қойдық, анализ жасап қойдық. Я думаю, қазір мен нені сделканы төмен. $50 сізде қазір бір сделка ашылды, иә? Все, ожидаем. USD-кат давайте. Мұнаймен прям. Так, USD-кат 1 минут таймфрейм, не айтасыз? Мынау төмен кетіп отыр, мына минимумды кесу керек деп ойлаймыз. Кесіп, разброд алып, мына максимумды кеседі деп ойлаймын да. Потом жоғары. Оффлайн обучение бізде бітті. Қазақстанның болашақ трейдерлары. Иншалла, миллионерлер. Бұйыртса Балиге талантқа барамыз келесі жылы. Рахмет. Бүгінгі дейін өткен сабақтарымыз енді мысалы үлкен кісілерге үйреніп жатыр. Иншалла бұл ілімді өлгенше ізде дейді ғой. Сіздерге де рахмет. Иншалла болашақта бәріміз жақсы бизнесмен болып, осыдан үлкен жақсы табыстар табайық деп үміт етеміз иншалла. Бір жыл бойы қарадым. Алдыңғы жылы оффлайн обучениесіне қатысқым келген кезде үлгере алмай қалғандықтан енді осы жылы бұйырып тұр екен. Жандос мырзаны оқыңыздар, өкінбейсіздер. Күшті береді, сабақты түсіндіреді. Но басқа трейдерлерге қарағанда Жандос мырза өте түсінікті түсіндіре алады. Негізінде бар ғой, осы трейдингқа келетін болсақ, үйдегі атмосфера торговляға тікелей әсер етеді. То есть үйдегі адамдар сіздерге кедергі жасайтын болса, мұсыр төккел, магазинге барып кел. То есть бұл напряжениені түгелі саудаға кері әсер етеді. Поэтому я советую, лучше Starbucksқа бір жерге барып, бір 2-3 мың теңгеге кофе ішіп отырып, сауда жасасаңыздар, по-любому заработаете, чем напряжениеде тұрғанша. И ради состояния не стоит экономить. Поддержка біздің компаниядан постоянно болады сіздерге. Кураторлар, чаттарды ешқашан шықпай қойыңыздар, сұрақтарын жібере беріңіздер. Идеялар болса, ситуациялар көріп қалсаңыздар, скриншотын жіберіп отырыңыздар. Табыс бар жерде мотивация бар. Бәрі түсінікті, бәрі нормально, сізге көп рахмет. Шынымен де көп нәрсені білмейді екенбіз, экономика туралы вообще ноль екенбіз. Сіз айтқаннан кейін үйге барып қарап, солай ғана түсініп жатырмын. Мен вообще қарамаппын мысалынан.